Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жібек, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге отбасымның сүйікті тағамы борщтың рецептісімен бөлісетін боламын. Қазанымызға жуылған етті салып, үстінен салқын су құйып, тұзымызды салып, бетін жауып қайнататын боламыз. Етіміз қайнағаннан кейін көбігін алып, астын баяулатып, бетін жауып, 1,5-2 сағат пісіреміз. Керекті көкөністерімізді видеода көрсетілгендей турап дайындап аламыз. Қабатты осылай қолымызбен мыжып дайындап аламыз. Табамызға кішкене май құйып, қыздырып, пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуыратын боламыз. Енді қазанымыздағы етті алып, үстіне орам жапырақты салып, одан кейін картопты салып, араластырып, бетін жауып пісіретін боламыз. Енді қызылшамызды салып, тағы да араластырып қуырамыз. Үстіне тұз саламыз. Қара бұрыш себеміз. Араластырамыз. Одан кейін кішкене қант салып жүрсеңіздер, дәмі өте жақсы болып шығады. Міне мен қант септім, араластырып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Одан кейін томат саламыз. Мен томаттың орнына аджика салдым. Қазанымызға жаңағы қуырылған көкөністерімізді саламыз. Араластырып, бағанағы піскен етімізді турап алып, осының үстіне салып, бетін жауып, 10 минут пісіреміз. Отымыздың асты баяу болу керек. 10 минут өткеннен кейін сарымсақ пен укропты бетіне салып, тағы 5 минут қақпағын жауып пісіреміз. Осымен біздің борщымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Жібек. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда талай рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.